Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз 31-ші жаттығуды талдайтын боламыз. Бірінші есепте лағыл таста жарық сәуленің таралу жылдамдығын анықтаңдар. Яғни сіздер бүгінгі сабақтан білесіздер, яғни тығыздығы аз ортадан тығыздығы жоғары ортаға өткен кезде жылдамдық азаяды. Яғни біздің формуламыз N1 S деп отырғанымыз бұл жерде жарық жылдамдығы N2 V дейді. Енді осыдан V-ны табуымыз үшін өрнектейміз N1 S бөлінген N2 болады. Яғни N1 деп отырғанымыз бұл жерде ауа болғандықтан ол бірге тең. Жарық жылдамдығы 3/8 дәрежесінде ол тұрақты шама. И оны бөлеміз N2-ге. N2-ні қайдан табамыз десеңіздер, кітаптың артында кейбір заттардың сыны көрсеткішін көрсеткен, осы жерден лағыл табасыздар, ол 1,75-ге тең екен. Сонда 1,75-ге бөлесіздер. Ол дегеніміз 1,7 дәрежесінде метр секунд болады екен жауабы. Екінші есебімізге көшейік. Екінші есебімізде су астында жүзіп жүрген сүңгіруге күн сәулелері су бетіне қатысты 60 градус бұрышпен түсіп тұрғандай болып көрінді. Күннің көкжиек үстіндегі бұрыштық биіктігі қандай? Яғни біз екі ортамыз сияқты. Мына жақта бізде N1, мына жақта бізде N2. N1 деп отырғанымыз бізде жүзде ауа екен, ал N2 деп отырғанымыз су екен. Сонда судың астынан 60 градустай болып көрінеді. Яғни ол сыны көрсеткішін айтып тұрған жоқ. Мына жақтағы градусты айтып тұр, ол 60 градус деп тұр. Значит, біз бета бұрышын табу үшін сыны көрсеткішін 90-нан аламыз 60-ты. Ол бізде 30 градусқа тең болады. Сіздер формуласын білесіздер. N1 синус альфа тең N2 синус бета. Сонда біз жарықтың түскен бұрышын анықтау үшін сонда синус альфа тең болады N2 синус бета, бета бөлген N1. Яғни N2 деп отырғанымыз бізде су болғандықтан ол 1,33-ге тең, ал бета деп отырғанымыз ол 30 градус. 30 градуста синус 2-ден 1-ге тең 0,5 немесе. И оны бөлеміз 1-ге. Сонда көбейткен кезімізде бізде 6,65 дейтін жуық шама шығады. Оны градус мәнін беретін болсақ, ол 42 градус екен. Яғни мына жердегі біздің бұрышымыз 42 градус екен. Енді дәл мына жақтағыдай біз 90 градустан 42-ні алған кезімізде бізде күннің көкжиек үстіндегі бұрыштық биіктігі шығады. Яғни 90-нан 42-ні аламыз. Ол бізде 48 градус екен. Мына жердегі мәні бізде 48 градус. Жауабы осы екен. Жақсы, сау болыңыздар.